Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2022 жылы жарық көрген шынайы оқиғалар желісімен түсірілген Жүзгіштер атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Оқиға 2011 жылы Сирия елінде өрбиді. Апалы сіңлілі Сара мен Юсра атты қыздар жүзумен айналысады. Юсраның туған күніне тосын сый жасап, оны атап өтіп, бәрі құттықтап билеп тойлайды. Ал Сара сол кезде Сирияда революция басталды деген жаман жаңалықты көріп отырады. Анасы бізде ондай жағдай болмайды деген ойын алға тартады. Осы жерде әкесі сөз сөйлеп, жүзуден өз қыздарының бапкері екенін естиміз. Олимпиадаға 3 қызын жіберген алғашқы әке атанамын деп бір жағынан мақтанышпен, бір жағынан қуанышпен айтады. Сонымен арадан 4 жыл өтіп, қыздар клубта билеп жүреді, ал ар жағында аспанда зымырандар ұшып жатқанын байқаймыз. Олар соғыс жоқ жағында жүргенін түсінеміз. Билеп болып өздері отқанда Юсра қайтайық, азанда бассейнге бару керек, Олимпиадаға барғысы келетінін айтқанда достары күліп, Сара кімнің атынан барасың, еліміз жоқ болды дейді. Әкесі Юсрадан көп үміт күтетінін түсінеміз, ал Сара жүзгенмен жүзу менікі емес дегенде спортқа онша мән бермейді. Содан бірге қыдырған достары Германияға кетіп қалғанын көріп, неге бізге айтпады деп таңғалып отырады. Себебі 17-ге толмаған балалар кейін отбасымен қайта қосылу үшін құжат тапсырады, яғни сол ел отбасының келуіне билет алып береді екен. Сирияда жағдай ауыр екенін көреміз. Жолда әскерилер құжаттарын тексереді, арасында атыстар орын алады. Осылай отбасымен Юсраның 17-ге толмағанша Сара екеуі Германияға кету керектігін ақылдасып отырады. Кейін бізбен қосылу үшін құжат тапсырып, сендер ұшып келесіңдер дейді. Сириядан кетудің бір ғана жолы осы. Бірақ әкесі сендер бізге билет алып, өмірлеріңді қатерге тігесіңдер ма деп кетулеріне қарсы болады. Содан бір жарысқа қатыспақшы болып, әкесі ештеңені ойлама деген секілді өзінің кеңестерін айтып, жарыс жолына шығарады. Басталып, барлығы суға секіріп, алға ұмтылады. Юсра алға шығып, екінші басына жетіп, қайта артқа қарай кетеді. Әкесі уақытқа қарап, жүзінде бір қуаныштың белгісін байқаймыз. Сонда сыртта бомбаның жарылғанын көреміз, бірақ іштегілер естімейді. Кейін есік алдында жарылса, одан соң шатырға бомба түскенде адамдар шулап қаша бастайды. Мына жақтан әкесі Юсраға секірсе, екінші жақтан Сара да секіріп, оған қарай жүзіп жетеді. Сонымен екі адамның қаза болғанын жеткізеді. Содан жағдай ушығып жатқанын түсінген Юсра әлгі клубтағы диджей Низар атты бөлесінің Германияға кетіп жатқанын айтып, сонымен бірге кетуін сұрайды, бірақ әкесі келіспейді. Юсра болса, егер жаттықпасам қалай Олимпиадаға жетемін? Европада жаттығуды жалғастыратынын айтып, ойландырып қояды. Себебі әкесінің басты арманы Юсраның Олимпиадада өнер көрсетуі. Сара да барлық жүзгіштер кетіп жатыр деп ақыры әкесін көндіреді. Сөйтіп бәрі жиналып, әкесі оларға Стамбулға туристік визамен жетіп, кейін білдірмей Болгарияға кіріңдер. Теңіз арқылы жүзіп өткеннен осылай қауіпсіздеу деп біреуден қарызға 10 000 евро алып береді. Әуежайда жылап құшақтасып, қимастықпен қоштасады. Ұшақпен Стамбулға жетіп, қонақ үй жалдайды. Түнеп ертесіне Юсра жаттығуларын жасайды. Сонымен өздері секілді қашқындарды іздеп, әйтеуір бір шоғырланған халықты көріп, соларға қарай барады. Ол жерден Европаға арналған сим-карта сатып алады. Ал Низар болса біреумен сөйлесіп, қыздарға Грецияға қайықпен өткізіп бере алатын адамды айтып, адам басына 2000 доллар сұрап жатыр деп, қыздарды сумен баруға көндірмек болады. Әкеміз су арқылы бармаңдар деп еді ғой десе, Болгария арқылы жол ұзақ болып кетеді. Ал сумен 2 сағатта Грецияда боламыз деп, ақыры олар көніп, әлгі жігітпен еріп, жағаға апаратын автобусқа жетеді. Оған жарты ақшасын ұстатады. Ешқандай телефоны, тамақ, дәретхана, перделерді ашпаймыз деп ескертеді. Жағаға автобус 10 сағат жүреді екен. Содан автобуспен бір жерге тоқтап, шопыр қалған ақшаларын жинап алып, төмен түсе беріңдер, қайықта алып келемін деп жібереді. Әрқайсында құтқару жилеттерін байқаймыз. Төмен түсіп, тоғайлардың арасымен өтеді. Жолда тоқтап, демалып, бір-бірлермен танысады. Ішінде Ауғанстаннан, Сириядан, Суданнан, Сомали сынды елдерден келе жатқан қашқындарды көреміз. Барлығы жарқын болашақты армандап, Европаға бас сауғалағанын түсінеміз. Сол жерде түнеп, ертесіне өткізетін адамдар қайықтарын көтеріп, жағаға түседі. Дүрбімен күзетшілердің жоқ екенін байқап, жүзе беруге болады деп үрмелі қайықты үреді. Сонда қайық әр жерінен жамалғанын көріп, бірақ амал жоқ, отыруға тура келеді. Ішіндегі біреулер адам көп деп отырмай кетеді. Біз көппіз, екінші қайық керек десе, өткізушілер айқайлама, полиция келеді деп басқаруды көрсетіп, моторды оталдырып, қашқындардың өздерін жібереді. Бағыт көрсететін ешкім жоқ, амалдың жоқтығынан келе жатқанын түсінеміз. Кейін уайымдаған Юсра Сараға қарап, егер олар жүзе алмаса ше дейді. Сонда Сара кім жүзе алады деп сұрап қолдарын көтерткізеді. 4-5 адам ғана жүзе алатын болып шығады.
Қол көтергенде жүзе алмайтын бір адамнан аласыңдар. Біз бәріміз бір қайықтамыз, бір-бірімізге көмек беруіміз керек дейді. Адамға лық толы қайыққа толқынмен ішіне су кіріп тола бастайды. Сол кезде моторда өшіп, біреулер неге өшті деп сасқалақтайды. Бір-бірлерін тыныштандырып, теңіз ортасында жалғыз өздері қалып кетеді. Сонымен моторды шұқылап, оны оталдыруға тырысады. Сымдарды кесіп жалғап, жіпті тартып көреді, бірақ мотор оталмайды. Осылай күн батып, түнде суға тола бастаған қайықта біз ауырмыз, керек емес заттарыңызды тастаңыздар деп заттарды суға лақтырып, қайықтағы суды сарқуға кіріседі. Ал Юсра жарыстардан жеңіп алған медальдарына сәл қарап тұрып, оларды да лақтырып жібереді. Осылай Юсраның жеткен жетістігі су түбіне үнсіз батып кетеді. Мотор да сол күйі оталмайды. Сара қайықты жеңілдету үшін өзін жіпке байлап, суға секірмек болады. Юсраның қарсылығын тыңдамай суға өзін тастайды. Оны жалғыз тастай алмаймын деп Юсра да өзін жіпке байлап, ол да әпкесіне қарай секіреді. Тағы бір жігіт қыздарға қосылады. Үшеуі суда жүргенде мотор әйтеуір дегенде оталып, бала қайта қайыққа шығады. Бірақ оның іші суға толып, батуға шақ қалады. Сараға қайт десе, қайық батып кетеді деп қайтпайды. Осылай екі қыз қайыққа отырмайды. Юсра өзін бассейнде жүзгенде елестетіп, жолақ ішінде келе жатқандай болады. Түнімен жүзген олар ақыры жағаны байқап, солай қарай бет алады. Амалдап жағаға жетіп, ентіккен Юсра жөтеліп әрең демалады. Қайықтан түсіп, біз жасадық деп қуанады. Әбіржіген олар күнге қызынып, үстерін кептіріп, демалып отырып, барлығы жабылып, қайықты тесіп, оны жыртып, моторын аударып тастайды. Бұнымен ешкім жүзіп өтпесін дегені ме, әлде жамандық сонымен кетсін дегені ме, әйтеуір қайықтың быт-шытын шығарып суға лақтырады. Жиналып жүре келе жерде жатқан көптеген құтқару жилеткаларын көреді. Яғни осыншама адамның қашып келгенін түсінеміз. Қалаға кіріп, кафе қызметкерінен төлейміз деп су сұрайды. Алайда ол қашқындарға қызмет көрсетпеймін дейді. Сәл жүріп, үйден көшеге шығып тұрған шүмекті көріп, бәрі соған қарай ағылып, кезек-кезек су ішіп, беттерін жуып алады. Кейін отбасылармен сөйлесіп, Европада екенін жеткізеді, бірақ телефонның батареясы отырып қалады. Содан біраз жүріп, бір портқа жақындайды. Ол жерде босқындарға көмек көрсетіліп, тамақ пен керек жарақтар беріледі. Бәрі қуана алады. Кейін жайылған аяқ киім мен киімдер арасынан өздеріне таңдайды. Сол жерде түнеп шығып, шай ішіп отырып, басын жуғысы келген Юсраға ана жақта душ бар, бірақ ұзын сонар кезек дегенде шомылатын жағалауға кеп, өздерін бай европалықтар секілді көрсетейік деп, киімдер мен жүрістерін сәл өзгертіп, жағалауға кіреді. Осылай олар кезек күтпей душқа түсіп алады. Шомылып жүргендерге қарап, бұл суда адамдар өліп жатқанын білсе ғой дейді. Сонымен барлық босқындарды кемемен бір жерге әкеп тастайды. Германияға қалай жетеміз дегенде темір жол бойымен жүріп, Греция, Австрия, Сербия деген секілді елдерден өтіп, Германияға жетеміз деп барлық адамдар темір жолмен жүріп келеді. Кешке қарай бір бекетке кеп, сол жерде дем алып жүргеннен кейбіреулерінің аяқтарында жаралар пайда болыпты. Юсра мен балалы әйел әңгімелесіп, хиджаб тақпайсың, суда жақсы жүзесің деп сұрап, Юсра әкем кәсіби жүзгіш, Сирияның атынан шығып жүрді. Кейін қыздар туыла бергеннен кейін әкеміз бізге үйрете бастады. Яғни әкесінің арманын орындап жүргенін түсінеді. Бірақ Юсра маған суда жүзген ұнайды, Олимпиадаға жетсем деген арманын айтады. Сонымен ары қарай темір жолмен жүріп, арасында дем алып келе береді. Жолда біреу ағылшынша білесің бе деп сараларға тіл қатып, Сербия полициясы сендерді лагерге қамап тастайды, ал мен сендерді Венгрияға апара аламын, ешқандай мәселе, ешқандай полиция болмайды деп, келіскендерден 500 евродан алып бір көлікке отырғызады. Біраз жүріп есік ашылады. Венгрияға бармаймыз деп адамдарды көліктен шығарып тастайды. Ақша төледік қой десе, қуып, көліктерін тез айдап, оларды алдап сан соқтырып, айдалаға қалдырып кетеді. Телефоннан қарап білмегендіктен ана жаққа барайық деп солай қарай жол тартады. Талдар арасымен жүріп келіп, тартылып тұрған тікенді сымға жетіп, астынан жорғалап, әйтеуір бергі бетке өтіп демалып отқанда бір әйелді кездестіріп, ағылшынша білетіндермен сөйлеттіреді. Венгрияға барғылары келетін білген әйел адам басына 800 евродан сұрайды. Босқындардың келісуден басқа амалдары болмай, сол әйелмен өздерінің дайын тұрған көліктеріне еріп келеді. Әр көлікке ағылшынша білетін бір адам отырсын, шекара қызметкерлерімен сөйлесетін дейді. Ағылшын тілін білетін Сара мен Юсра екеуі екі көлікке отырмақ болады. Юсра бөлінгісі келмейді, бірақ Сара Венгрияда кездесеміз деп басқа көлікке отырып кетеді. Жолда келе жатып, Юсралардың шопыры жолдан бұрылып кетіп, тоғай ішімен селкілдеп айдап келеді. Венгрия шекарасына жетіп, алыстау жерден қарап, ары қарай жаяу жүгіріп, шекараға жақындап бақылайды. Ешкім жоқта өткізетін адамдар тығып қойған сатыларын шығарып, шекараға жүгіріп, біреуі қорғанға шығып, тікенді сымның үстіне кілемшені төсеп, Юсраларды шақырады. Олар тездетіп жетіп, сатыға өрмеліп, кезек-кезек өте бастайды. Иттер мен полицияның дабылы естіледі. Жылдам жүгіріп, оларды бір көлік күтіп алады. Осылай Юсраларды бір жерге алып келеді. Ол жаққа низарлар да жетіпті. Сараны сұрап, әлі келмегенін естиді. Жаңалықтан өздері секілді қашқындар жайлы ақпаратты көреді. Ертесіне ұйықтап жатқан Юсраны оятады. Көзін ашса Сара екен. Әпкесі үшін уайымдаған
қалған Юсра неге менен бөлек кеттің дегенде ашуланып шығып кетеді. Солай бір көлік жөндейтін гаражға кіреді. Ал артынан Юсраға көзі түскен сондағы жігіттің ойы кетіп, оны шығармай Юсраны құлатып зорламақшы болады. Тыпырлап қарсылық көрсетеді. Күші жетпей жатқанда артынан Сара көмекке жетіп ажыратып алады. Бірақ екеуінің де әлдері жетпей жатқанда бастығы кеп қалып оларды құтқарып қалады. Содан Германияға менің шопырларымның 70% жетеді. Адамдарыңызға айтыңыздар, мен бандит емеспін деп көлікке отырғызбақ болады. Зорламақ болған жігітті баратын түсінген Юсра мен отыра алмаймын дейді Сараға. Низар да Юсрамен қалуды шешіп, Сарада қалатын боп танысып араласып кеткен достарымен қоштасады. Қаламен жаяу жүріп, шаршап шалдығы бір қонақ үйге жетіп, сол қонақ үйге түнеп шығады. Ертесіне Низар бөлмеге кіріп кеп, жиналуларын айтып, біз секілді мигранттарды көріп, Германия ма, Австрия ма өздері автобус жіберген екен деп қуанышты жаңалықты айтады. Юсра баруға қорқып, бұл тұзақ, бәрімізді қашқындар лагеріне қамап тастасашы деп ойлайды. Алайда Сара алған бетінен қайтпайтынын, сіңлісін жалғыз тастамайтынын ескертіп, ақыры автобустар жаққа келеді. Топырлап жүрген адамдарды көреміз. 7-ші автобусқа отырып жолға шығады. Біраз жүріп Берлинге кіріп келе жатқанын көрген адамдар қуанып секіреді. Кейін ата-анасына хабарды жеткізеді. Берлинде оларды қарсы алып, суретке түсіріп, бәрін тіркей бастайды. Болғаннан соң қыздарды әйелдер жаққа ертіп, олардың бөлмелеріне алып келеді. Қашқындарға арналған үлкен ғимараттың ішінде бөлмелерді салып тастағанын байқаймыз. Осылай 2 ай өтеді. Анасымен видео байланыс арқылы сөйлеседі. Құжаттар жайлы ақпарат жоқ екенін, қыздардың өздері сөйлесуден өту керектігін жеткізеді. Юсра ойланып, судың толқынын естіп, кейін физикалық жаттығуды жасауға кірісе бастайды. Жүгіріп, секіріп, түрлі жаттығуларды істейді. Осылай ол өзінің дене формасын, күшін қалпына келтіруді ойлайды. Содан картадан жүзумен айналысатын клубтың мекен жайын тауып, сонда Сара екеуі аттанады. Бапкерге кеп, біз жүзгіштерміз, бізге күніне 2 реттен жаттығу өтіп жүзуіміз керек дейді. Орын жоқ деген бапкерге әлем чемпионатында қатысқандығын, Сириядан екенін және 2 түрлі жүзу тәсілінен уақытының жақсы екендігін айтып, ақыры бапкерді көндіреді. Оларға жүзу киімдерін беріп, екеуін тексеріп көрмек болып, уақытты қосып жарыстырады. Сара ерте секіріп озып кетсе, Юсра тез жүзіп оған жетіп қалады. Мәрені Сараға сәл ғана жетпей кетеді. Осылай бапкердің ойы өзгеріп, оларды жаттықтыратынын айтады. Содан бапкер басшылықпен келісіп, оларды клубтың пәтеріне жайғастырады. Қыздардың жағдайлары біртіндеп жақсара бастағанын байқаймыз. Олар жаттығуларға қатысып жүреді. Низармен кездесіп отқанда баланың көңілі болмай, бір жағынан қыздарға қызғанышпен қарап, апалы сіңлілер мынаны жасады, анада жеңді, мынада жеңді дегенді айтып, ал мен ештеңе істей алмаймын, тіпті қағаз дайын болмайынша жұмыста жасай алмайтынын айтады. Аман қалып жеткендердің әлі күнге дейін құжаттарын алмағандығын түсінеміз. Қыздар жүзумен айналысқандары үшін бапкердің көмегімен осындай жағдайға жеткендігін көреміз. Кезекті жаттығуында Юсра өз-өзіне көңілі толмай, бұдан жақсы жүзетін едім деп тұрғанда, бапкері өзіңді қинама, жаттығуды азайт дейді. Сонда Рио олимпиадасына бару үшін барын салып жатқанын естиміз. Бірақ бапкері сен әлі олимпиадаға дайын емесің деп шындығын айтып, оның көңіл күйін мүлдем түсіріп жібереді. Құжаттарының дайын болғандығын көруге келіп, құжат бойынша уақытша тұруға рұқсат беріледі. Арызыңыз қаралып жатыр. 2 айдан кейін шақыртады дейді. Өткенімізді қалай білеміз десе, адамдар көп. Барлық жұмыс 1-2 жыл уақытты алады деп жауап береді. Сіңілімнің жасы 17-де, отбасымызды шақыртуымызға арыз беруіміз керектігін айтқанда, Юсраның қағаздарын қарап, наурызда 18-ге толатынын көріп үлгермейсіздер. Отбасымен қосылу жағы кемінде жарты жыл уақытты алады, ештеңемен көмек бере алмаймын деп қайтарады. Бұл жаман жаңалықты естіген Юсра еңірейді. Жұбатпақ болған Сара екеуі сөзге кеп қалады. Менің алға қойған мақсатым бар, ал сен ше не істеп жүрсің? Жаттығудан қалып қыдырып жүрсің деп екеуі ренжіседі. Кезекті жаттығуында отбасын ойлаған Юсра кейбір элементтерді дұрыс істей алмай қалады. Бапкер қуанышты жаңалықпен бөлісіп, Олимпиадалық комитет қашқын спортшыларға көмек бергісі келетінін, Рио олимпиадасына қашқындардан құралған спортшылар командасын жинамақ екен. Соған сенің жетістіктерің жайлы ақпарат жібердім. Тырысып бағып, өз көрсеткіштеріңді жақсартсаң, командаға кіре аласың деп қуанып жеткізгенде, Юсраның басты арманы олимпиада болғанмен оның жүзінде қуаныштың нышаны байқалмайды. Себебі оны аяғаннан олимпиадаға жібергенін қаламайды. Сонымен Сарадан қатты сөйлеп қойғаны үшін кешірім сұрайды. Екеуі әңгімелесіп, Сара да қашқындар тобы жайлы бапкерінен естіп, Юсраны командаға қосылғанын қалайды. Бәрі біз ойлағандай болмай жатыр. Сондықтан беріліп тұрған мүмкіндікті жіберіп қойма деп сіңлісінің ойын өзгертпек болады. Юсра ойланып, ақыры қатысатын боп бапкеріне қашқындар тобына баратынын айтып, екеуі жаттығуды бастап кетеді. Түрлі тәсілмен жүзіп, бапкері уақытқа қарап, оның жүзгендерін бақылап, зерттеп, өз ақыл кеңестерімен бөліседі. Солай екеуі келіскен түрде дайындалып, олимпиадаға баруға болатын уақытты көрсетіп, бапкер қуанып, Риоға барамыз дегенде оны суға тартып, екеуінде қуаныштардың
шегі болмайды. Ата-анасымен сол жаңалығымен бөлісіп, оларда қуанады. Осыдан кейін Сара өз шашын қысқартып жатса, ал Юсра олимпиаданың киімдерін киіп көреді. Өзгергісі келген Сараны көріп, неге деп сұрайды. Сол кезде Сара мен Лесбосқа кетемін дейді, яғни қашқындар келетін жер. Сол жерде қашқындарға жұмыс тауып береді екен. Қашып келгендерге су беріп көмектесемін, ал сен ары қарай өмір сүр деп Юсраның көңілін түсіреді. Риоға Сара еріп бармайтынын білген Юсра амал жоқ көнеді. Сонымен Риоға әр елден келген спортшылар жинала бастайды. Оның ішінде қашқындар тобы да бар. Ерекше топты байқаған журналистер Юсрадан сұхбат алады. Ашылу салтанаты өтіп, командамен бірге стадионға шығады. Көңілі болмай отқанда Юсраның сұхбатын жаңалықтан көрсеткенде басқа қатысушылар ол лайықты емес, біз еңбектендік деген секілді жаман сөздерді айтқанда оның көңіл күйі мүлдем түсіп кетеді. Сол кезде телефонмен жақында сенің жүзетін уақытың неғып отырсың деп Сара хабарласады. Мен сені көріп тұрмын дейді. Сөйтсе Сара қашқындардың демеушісімен сөйлесіп, Юсраның әпкесімін деп солардың көмегімен осында жеткен екен. Қуанып екеуі құшақтасады. Ата-анасының оған сәттілік тілеген видеосын көрсетеді. Содан Юсра басқа спортшылардың сыртынан лайық емес деген жағымсыз сөйлегендерін жеткізгенде, Сара оның бәрі бекер сөз, мән берме дегендей айтып, бәріміз үшін 100, жаңа өмірді іздеп қаза болғандар үшін 100 деп жігерлендірмек болады. Сөйтіп жүзетін уақыт кеп барлығы орындарына келеді. Спортшыларды таныстырып дайындалуға белгі береді. Сара мен бапкері оған жанкүйер болып отырады. Жарыс басталып, бәрі суға секіріп алға қарай ұмтылады. Екінші басына жетіп алғашқы болып келе жатады. Сара мен бапкері орындардан тұрып кетіп қолдау көрсетеді. Осылай олимпиадаға жету басты арманы орындалып, сол жарыста алғашқы болып жетеді. Сараның көзі қуаныштан жасаурап, бапкері екеуі құшақтасып қуанады. Талай қиыншылықты бастан өткізіп, аман қалу үшін елінен безіп, қандай жағдай болмасын алға қойған мақсатына жетуге тырысқан Юсра әлемнің басты додасына қатысады. Қалған отбасы мүшелері сол жылы теңізбен жүзіп келгені, барлығы Берлинде тұратыны жайлы айтылып, фильм соңында шынайы Сара мен Юсраның фотолары көрсетіледі. Юсра Токио олимпиадасына қашқындар тобы атынан қатысқаны жайлы, Сара Лесбос аралына қайтып, сонда келген қашқындарға жәрдем бергені, 2018 жылы Сара мен оның көмекшілерін Греция тұтқындап, қашқындарға көмек берді деген сылтаумен адам саудасымен айналысты деген күдікке ілінген екен. Егер кінәсі дәлелденсе, ол 20 жылға қамалатыны жайлы, және 2011 жылдан бері Сириядан 5 миллионнан адам қашқаны, ал әлемде 30 миллионнан астам қашқындар бары туралы айтылып, фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.